Ойламен жүреміз, мына жол қауіпті бізге. Нұреке, сіз әкімсіз, иә, ауылдың әкімсіз ғой. Мұндай андай тиіп қашып әңгіме айтпау керек те, құқық қорғау органдары айналысы керек қой мұны. Ақбұлақтың ішімен жүруге болмайды. Тас құм тасиды ауыр жүк көліктері. Бұл жолды неге жаптыңыздар десеміз, адамдарды қорқытқан үшін деп отырсыз. Қисынға келмейді ғой бұл. Мен сізге айтып отырмын, қисынға келмейтінін айтпаңызшы деп отырмыз. Қарамұрт халқы әкімнің алдына өзінің әйелдері киімдерін апарып, мынаны жуып беріңдер деп тастап кеткен кезде болды, айқай-шу болды. Ақбұлақ ауылына келеміз. Ақбұлақ ауылының тұрғындары заңға қайшы знак қойып қояды да біздің жүк көлікті именно танарларды жүргізбейді. Егер сендерге жаңағы 13-15 машинаға біз рұқсат беретін болсақ хобаларға, 250 машина бар тағы да хоба. Ол айналма жолды пайдаланып жатыр. Келісімге тұрып, келісім бойынша жер қойны. Онда олардың бәрі осы ауылмен өтетін болса, үлкен дүрдәрәз болады. Өйткені бұлардың осылардың не үшін қозғайды? Тура осындай сайлау науқаны кезінде, мемлекеттік маңызы бар саяси нелер кезінде осындай нәрсені көтереді. Бұл менің өзім өткенде де ескерткем. Кесіп тастамаңыздар деген мынау журналистерге. Бұлардың істеп жатқаны халық арасында наразылықты тудыру үшін, резонанс тудыру үшін істеліп жатқан нәрселер. Себебі 200 машинаға сол жолмен жүреді. Осы уәжді біз бәрін айтамыз, әрін кезінде. Бұл біріншіден біз карьерге ең жақын ауылымыз сол жерден өтеді. Ол жерде бүкіл топтама машина көліктер сол жерден өтеді. Одан кейін шашылады ары қарай. Әр жолға қарай да, әр жолдың өзінің нагрузкасы бар. Дұрыс па? Әр жолдың нагрузкасы бар. Беловодтың центрмен, жібек жолымен қазір жолды не үшін ар жағына айналма жолды істеді? Анау Алматы трасса қазір жолдар салынып жатыр, логистика. Өйткені бұл жол үлкен не только жаңағы облыстық маңызы бар жол, бұл республикалық логистикалық жолда транспорт жүк көліктерін, өнекен ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдайды, өнекен пассажир, жолаушылар тасымалдайды, асты жүк анандай автобустар бар, двухъярусный жаңағы спальный автобустар бар. Сол жолдарға, соларға арналған жол. Бұл тек қана біздің немізді емес, бұл жерде басқа да халықтық мүдделерді есепке алу керек қой. Олардың жолын тасталқан шығарады. Бір жазда бытшын шығарып жібереді. Ол бір, өнекен қауіпсіздігі бар. Кез келген өндіріске талап етер кезде шетелдік болсын, отандық болсын өндірістерге ең бірінші қойылатын талап халықтың жағдайы. Халыққа зияны тиетін болса, экологияға зияны тиетін болатын болса, ол басқа балама жол жұмыс несін іздейді, әдісін іздейді. Ал бұл жерде ондай емес, бұлар таза бет. Бұлар мен әкімнің несіне, акимат пен прокуратура ровдыны біз өз жағымызға дәлдеу үшін кабинет министр бұрынғы транспорт көлік және коммуникация министрінің баяғы 2012 жылы шыққан 515 заңы бар бұйрығы. Әлі күнге дейін сол действующий да. Карьердің жолдары, ауыр жүк көліктері, арнайы спец машиналар ғой бұлардың бәрі. Карьердің ортақ жалпыға бірдей пайдаланыстағы жолға шықпау керек. Арнайы айтылған нелер бар, заңдар бар солардың бәрі. Іздеп табыңыздар, журналистсіздер ғой сіздер. Ал енді бұлардың істеп жатқан қазір тура осымен ертең сайлау болып жатыр, не болып жатыр, тура сондай кезде пайдаланады да. Мен бұларға айтым, бұлардың қазір істеп жатқаны халықты билікке қарсы қойып, осындай бір дүрдәрәз шығарып, бұлардың істеп жатқан ісі ұлттық қауіпсіздік комитетінің компетенциясына жататын іс-әрекеттерді. Оларға да шығу керек, әкім мырза, ұлттық қауіпсіздік комитетіне де жазу керек бұлардың істеп жатқан іс-әрекетінде. Неге 200 машина ойнақпен өтеді, жаңа айналма жолды? Неге 15 машина өту керек? Принципке барады. Егер қарсы шыққан әйелдердің телефоны скрытый номермен звондап, қоқан-лоқы жасайды, балдарымен қорқытады, балдарын бүйтіп жібереміз. Жауап береді, халық мынандай болып тұр. Сендерге керек сол ма? Сендер не только өздерің, медианда сол іске себепші қылып тартып отырсыңдар. Себебі оларында жауапкершілігі бар. Бұл айтылған пісілген әңгіме кім бауырым? Бұл қайта-қайта айтыла береді да. Бұл прокуратурама әкімдерді сенің айтқан уәждеріңді басында айтқан. Кейін заң біздің айтқандарымыз запрос жіберді, министерстводан подтверждение жіберді. Кейін балама жолы ашып берді. Енді бұлар оған да көнбей отыр да. Балама жол талапқа сай ма? Қазір. Балама жол ол жерде автобус жүретін, жеңіл көлік жүретін жол емес. Ауыр жүк көліктеріне карьердің. Өзі карьер транспорттар, карьер көліктері, анау карьерден
қазып жатқан карьерден мына жерде переобработка жасайды, жаңа құмға майдалайды, не қылады, жасайды, переобработка строительный материалдар жасайтын екі аралықта жүретін жол. А бұлардың барлығы енді білесіңдер ғой, заңды қалай осы уақытқа дейін ескі Қазақстаннан жаңа Қазақстан көшіп жатырмыз ғой, олардың переобработка жасайтын цехтарының бәрі осы ауылдың арасында тығып тастаған, туған туысқандарына. Соларға апарып төгеді. Айналма жол дейді. Ана Таразды қойып қойған, ол Таразды да айналып өтіп жатыр. Мына жер жақын жерде ана 10 тонниктер өткізіп береді Тараздан. Ана жерге бір жерге үйеді, ары қарай артып алып кетеді, ар жағында халық көтерілмейді. Ол жер енді сәл бөлінеді ғой. Соны пайдаланып жатыр. Бүйте беретін болсаңдар, ертең бүкіл халық көтеріледі. Кінәлі адам не только өздерін, бүкіл Қарамұрт ауылынан Шымкентке қарай тас тасимыз. Тас тасып жатқанда Егортада ауыл бар, Ақбұлақ деген ауыл. Соның тұрғындары жаңағыдай жиналады, көтеріліс жасайды. Сонымен жолды жауып тастайды. Бізге сотрудниктердің арада знак қойып қойған 8 тонна деген. Сонымен бұл жермен жүрмейсің деп жүргізбейді. Бұл не үшін болар жүргізбейді? Біз бүкіл ауылдан өтеміз де, осы ауылдан өте алмаймыз. Қалған жерлерге бәрі өтеміз. Бұндай болатын болса, бұл ауылды жауып тастасын. Салмағы барлығы нормаға сай. Екі жақтан да, екі ауылдан да весовой контрольмен өтеміз. Қарамұрттан да, Айнабұлақ ауылдарынан весовой контрольмен өтеміз. Қарамұрттан шығамыз. Қарамұрт пен Айнабұлақтың ортасында Ақбұлақ деген ауыл бар. Осы именно Ақбұлақ ауылында бізге сотрудниктер, акимат біздің жолмен жүруге біздің наразымыз бар. Бізден тыйым салынып жатқан білмейміз біз. Біз олардан сұрасақ, сотрудниктен сұрасақ, халық жүргізбей жатыр дейді, шу болып жатыр дейді. Оны областной кәдімгі халыққа берілген жол, сонда біз қандай жолмен өтеміз? Ол біз Айнабұлаққа, ары қарай Шымкентке қандай жолмен өтеміз? Қандай стандартта сай жолмен өтеміз? Біз осының мәселені шеше алмай жатырмыз. Яғни сіздің айтқыңыз келгені, әркім ойына келген ауыл өзінің жолын жауып тастай беретін, бұл жеке жол емес дейсіз ғой? Мына жерден айналдырамыз, полямен жүргізеді бізді. Жолда арық бар, су бар, судың үстіне плита қойған. Біз 40 тонна салмақ қой біздің машина. Бірақ ойшқа сай, біздің ойшымыз көп біздің. Нормамен жүріп жатыр. Жүрген кезде анау қимылдайды. Сосын шаң, машина фильтр жеп жатыр. Біздің моторға майда расход болып жатыр. Ходовой кетіп жатыр, ресурсынып жатыр бізде. Сондай мәселе болып жатыр. Қорғаншы мен Жансайын арасында жүріп жатсыңдар ма? Тас жолын, надан жаңа жолын жүріп жатсыңдар ма? Жоқ, нормально, ол жақта біздің мостын көрдіңіз ба, аға? Мостынан арықтан өткен мостын көрдіңіз ба? Әр машина өткен сайын қозғалады, аға. Ол жерден кеше жақында бір 10 күннің аралығында бір машина аударылды. Мысалға өзінің салғырттығынан аударылды ма? ол салғырттық емес, жолдан ғой тоқтай алмай қалды. Сіз ана бетін андай үстірттерді көрдіңіз ба? Беті машина тоқтай алмай қалатын жүк көлікпен. Жиналып барлығы сізді біз наразымыз деп айтып жатыр, аға. Ол сол жолмен жүріп көріңіз. Ана арықтан өткен жолда плита қойылған. Ол плита қауіпті машинамызға. Біз бүгінгі қауіпті болған сол. Қарасаңызшы, машина өткен кезде, біздің 35 тонна машина өткен кезде соларға қойыңдар. Олардың продукциясын олар сатып жатыр. Дұрыс қой енді. Жасау керексіндегі жағдай. біздер мысалға жағдайын айтқанбыз. Бұларға да оңай болып жатыр. өтіп жатқан КАМАЗбен өтіп жатқан фураның деңгейімен біздің деңгейлер бірдей, нормаға сай. Ол құртқан жолды, біз құртып жатқан жолда олар да құртады, КАМАЗ да құртады, фура да құртады. Сіз айтып отқандай. Сіздердікіндей мысалы фура жүреткенде КАМАЗ жүреткен. КАМАЗдың нормасы мен салмағы біздің жүк көлікпен бірдей. Біздің осіміз көп та. Біз жолға мысалға андай артық мысалға біз тонна салып жатқан жоқпыз. Если салама, весовой контроль тұр. Еркебұлан. Иә. Любой тонарды қазір шығып тұрамыз да? Иә, өлшек. Өлшек. Жоқ, шақырайық. Жаңағы көлік инспекциясы шақырайық. Өлшек. Весовой контроль алып келсін. Әңгіме қысқасы өтпейсіңдер. Еркебұлан заңгерді созбай қойып. Болды, біз өтпейміз ғой да. Болды, онда біз басқасын жазайық. Болды. Еркебұлан жаңа сен айтқаның бар ғой? Фуралар өтіп жатыр, ауыр жүк көліктері өтіп жатыр дейсіңдер ма? Бірақ олардікі эпизодический характер. Олар сендер секілді ағылып өтпейді. Егер оқта-текте бір өтетін болса, бізден де емес еді. Керек десең біз мына жерде халықаралық не салынып жатыр, ЛПУ, газопаростанция. Оның ауыр жүк көліктері өтеді. Олар оқта-текте да, оларға біз арнайы нелерді ашып беріп өткізіп жатырмыз да. Ал енді мынандай нагрузка деген болады, транспорт көлік нагрузка жолда.
ағылып кетеді ғой бір ауылдың ішіне. Осы ауылдың тұрғыны болсаң, сен де менің жолымда сөйлеп. мен де осы ауылда тұрамын, осы ауылда тұрамын. Біздің мысалы біздің тасымалдап жатқанымыз мысалы ол тасымал сияқты салығымыз төлеп жатыр. Аға дұрыс па? Бәрін төлеп жатыр, дұрыс па? Жоқ, штрафымызды төлеп жатыр, дұрыс па аға? Налогыңды төлейсің. Ол налогтарың бар ғой, иә? Жоқ, бір мәмілеге келу керек қой бұл жерде. Резонансқа келтірмеу керек, әкім мырза. Бір тәуекел келу керек. Жоқ, сіз әдемі шешілу үшін айналма жолды нормаға сай қылып істеп беріңіздер. Нормаға. Жоқ, сіздер қалап тұрсыздар ма? Айналма жолды нормаға сай қылып істеп беріңіздер, пожалуйста. Айналма жол ше, мына жерде карьерден жаңа берген көпірден, мына жерге дейін айналма жол. Категория санаты бірдей, жолдың жаңа бет қабаты бәрінде бірдей. Алайда ортада, екі ортада жаңа Ақбұлақ ауылында ғана осындай тыйым салынып қойған. Соны бұл жүргізушілер негізсіз деп отыр. Бұл ешқандай жаңағыдай ауылдың тұрғындарының қалауымен жауап тастайтындай ондай жеке жол емес. Біздің көліктеріміз артық салмақ тиемейді. Осы жолдармен жүруге нормаларына сәйкес келеді дейді біздің автокөлік. Осындай немен уәжбен келіп отыр. Мына жолды неге жауып отыр? Егер оған бір негіз болатын болса, заңда стандарттан мысалы бұның дәл осы ауылдағы салынған жол санаты бөлек, ана ауылдардікіндей емес десеңіз, онда сол жаңағы санат туралы бір анықтама берсеңіз. Егер ондай болмайтын болса, осы жерде бір қауіпті бір жағдайлар болған болса, ондай сол жағынан хабарын берсеңіз. Түсіндім. Көтеріп отырған мәселеңіз өте орынды. Бір жа айтып жатсыз ғой, екі ауылдан ішінен өтеді екен. Жалпы жүріп көрдіңіз ба екі ауылмен? Көрдім әжір. Жол қандай екен көрдіңіз ба? Осы ауылмен екі ауылды салыстырып көрдіңіз ба, жол қандай екен? Салыстырдым. Енді біз шындықты айтуымыз керек та. Екі ауыл жол тозып кеткен, көріп отырсыз. Бұл мәселе бізде 2021 жылы қолға алынған. Автокөлік жүргізушілер мен тұрғындар арасында әкімшілік өкілдері бар. Ортақ келісімге келіп, біз айналма жол бергенбіз. Айналма жол, тас жол қазір. Сонымен жүріп жатыр. Бұндар қорқытады, телефонмен звондайды. Қазір көшенің әңгімесін айтып жатырмыз бауырым. Көше не ол? Бір айдалам екен. Көшенің әңгімесін. Түнде неше КамАЗды ұрып сындырды жігіттер. Мұхаммед білетін жасын Еркебұлан. Сен КамАЗдерден сұрасай, чаттарың бар ғой. Жігіттер оның бәрі қауіпсіздік қой. Біреуінің басына тиіп кетті түнде мынандай тас. Не болады? Біз халықтың Қанша КамАЗды ұрып сындырды ғой? Жоқ, ол деген құқық қорғау органдарының жұмысы ғой. Ол кезде мысалға ол қылмыс ашылу керек. Құқық қорғау органдары мен әкімшілік бірігіп осы жолды біз таңдадық қой. Осының алдын алу мақсатында еріккеннен салған жоқ ана жолды ешкім. Болмаса, сендер барлық КамАЗдерді жиналыңдар да, ешқандай тас құмды сатып алмай қойыңдар. Өздері үшін жол сатып береді. Кім салып береді ол жол? Карьер сатып береді, продукциясын сату керек ол. Олар келісімге келген солай. Сонда біз мемлекеттің жолымен жүрмеу керекпіз ғой. Ол да мемлекеттің жолы ғой. Тас жол мемлекеттің жолы ғой. Ол поле біреудің жері бар. Соны біз алып бердік қой, сіздер үшін алып бердік қой, мына жігіттердің кәсібі тоқтамасын деп. Оған сен шегін ауылмен ғой. Фархат мырза бұйырды мынандай да. Олар да берді. КамАЗ шаң болмау керек. И жылдам өту керек. Мына жерден былай қарай өтсе 5 минут асфальтпен. Ақсудың үстімен өтсе 25 минут. Уақытта айналып келгенде қаржыға келіп тіреліп тұр да. Жаңа айтатын салық төлеймін. Салық төлеу міндетті төлеу. Нұреке, мен басынан бастап бірден айттым ғой, бірден төтесін. Машина осы неге нормаға сәйкес артық салмақ жоқ. Осы бойынша барлық өлшеу құралдарынан өтіп тұр дедім да. Осы мәселеге жауап беру керек қой. Әйтпесе солай өтіп тұрса, жаңа екі ауылдың жолы тозбас еді. Сіз айтқандай болса, құрылтайдың алды басқа деген бәріне кетпейді да осы. Неге ол нормаға сәйкес болатын болса? Фархат мырза, нормаға сәйкес келсе жол тозбайтын еді. Сіз жолдың тозғанын көрсеңізші. Станция болған жоқ. Автоматтандырылған станция болған жоқ өзі. Болған осы бір жыл, 2 жыл болғанша қойылған. Осы айналам бәріне төгіп жинап алып, перегрузбен кетіп бара жатыр Шымкентке, басқа жаққа. Солармен шығарып көрсетіңіз. Өздерінен сұрашы қазір, как журналистерде электронный транспорт накладной бар ма олардың қолдарында қазір? Бар ма электронный транспорт накладной? Жоқ, әлі оның ішін кіргізген де жоқ. А ол запрет бірінші күннен бастап. Онсыз жүруге хақысы жоқ. Олар тауар тапсырысқа кетпеу керек. Наразылық білдірмейді, жүреді омен. Ал нерге келеді да?
наразылығын білдіреді. жоқ қай жер Көріп ма себебі не? қаяқпен жүріп жатыр аға? Қорғаншы мен Жансаяның арасында қаяқпен өтіп жатсыңдар? Тас жолмен өтіп жатсыңдар? тас жол жоқ аға, Асфальт па? асфальтпен жүріп жатыр. қоясың көпірден өткіземейді ма? көпір жанынан өтесіңдер ғой. Ана көпірге дейін тас жол ғой. шығып кетесіңдер ғой. мына неден қорғалжында бұрынғаны вот тас жол, ол жерде көпір сапалы ма? Жоқ, көпір сапалы ма? көпір сапалы ма аға? айтыңызшы. Көпірге дейін жүрдіңдер ғой. Жоқ. Көпір жабылады осы бір аптаның ішінде жабылады көпір. сол көпір сапалы ма аға? айтыңызшы. мына көпірді салыстырыңызшы, көпір деп айтуға бола ма? арық өтіп жатқан. жоқ, біздің айналма жолда. Ашылғанға дейін жүріп келдіңдер ғой. Сен былай өт деп тұрасыз ба сізге? Кім тұрады ана басына барып? Просто қазір танар өтсін десе, сіз тұрасыз ба? Сен өтесің, сен өтпейсің деп таразды өлшеп сол жерде тұра аласың ба, тұра алмайсың ба? Бұлар қазір бидай тасытса біз ешнәрсе демейміз, ешнәрсе айтылмайды. Біз карьермен Біз айттық. келісілгенбіз. Строительный материал жаңағы ағаш тасисың ба, басқа ауыл шаруашылықта таси бер, ешқандай шектеу жоқ. Тас құм тасып жатсың ба, кінәңді біліп тұрсың ғой, ақсудың ішімен өте бер. Басқа ешқандай шектеу айтып жатқан жоқпыз. Егер сіз айтқандай бәрі тараздан әдемі өтіп жатса, бәрі заңды болып жаңағыдай болса, бұнда айқай-шу болмайтын еді. Тараз қосылғаннан кейін 2 ай ештеңе демей отырдық біз. Көрдік қой, қалай болғанын. Ол амал жоқ, жабуға тура келді. Аяғынан аяғына дейін ба қалай? Иә, мына шектен ана шекке секіре бермеу керек та. Яғни біз айтып отқанымыз, мен жаңа бірден айттым ғой. Жоқ, сен Жолдың- түсіндім. жолдың- Сен сұрақ қойдың. Жолдың Жүргеніне кедергі болатын фактілер орын алды ма дедің. Мен Жолдың- орын алды дедім. Звондап қорқытады, бала шағасымен қорқытады, жылқыны қағып кетеді. Мысалға, сен Бұл- қағып кеттің ба? бұл бар емес па? Малының бетіне Сіздің- қарап отырған халық бұл жерде. Сен қағып кеттің ба? Мойныңа алу керек. Нұреке. Түсіндіріп беремін деп айт. Нұреке, сіз бар ғой. Біреу қашып кетіп, біреуді зарлатып кеткен дұрыс. Нұреке, сіз әкімсіз, иә, ауылдың әкімсіз ғой. Ондай андай тиіп қашып әңгіме айтпау керек те. Ол деген егер де қылмыс жоқ, қылмыс болатын болса, оны қылмыс жаңағы құқық қорғау органдары айналысу керек қой мен. Арызы берілсін, тергеу жүргізілсін. Осы нәрсені Иә. біз жүк көліктерде де айтқанбыз. Жолдың сапасын жаңағы несіне жабылған нелерің бар ма, наразылықтар сотқа беріңдер. Айттық қой қанша мәрте. Заң бар, мемлекетте тұрамыз. Міне жазып жазып жатыр. Халықты, осы халық өтіп жатыр деп. Жоқ, халық емес, бұл жерде жол белгіге жауап беретін не ғой? Жергілікті атқарушы билік. Халықтың ұсынысымен қойылып отыр. Фархат. Жоқ, ол Ауылың қай жақта өзі? мен Қызылорда. Қызылорда. Бар шығар ауылда. Қызылордада қазір ауыр жүк көліктерді вообще тыйым салып тастаған. Білесің болғанда? Қазір 40 градус ыстықта жүріп жатыр. ертең кале болады. Сөйтіп не болады, қыстың қатты келе жатқан машина лақтырады, авария болып түседі. Кім кінәлі? Әкімшілік кінәлі болып шығады. Қай қарап отырды? Бізде барлығы заңмен немен шешілу керек қой. Дұрыс па? Иә, мысалға. Сотқа беріңдер, бізді сотқа беріңдер. Жоқ. Қоғамдық кеңес сотқа Фархат беріңдер. мырза, Иә, Нұреке. қайқа барып сотқа бересіз, біз қанша Иә. ескерттік, сотқа беріңіздер. Жаңағы сіз енді ше айтып отқаныңыздан қайттан бірден жаңа бас тартып отырсыз жаңа сөйлегеніңізден ше. Айта бер, неден? Қоқан лоқылық көрсетіп жатыр бір нәрсе деген не әңгіме? Айтып Бұл жерге осы темаға қатысы бар ма жоқ па мысалы? сен сұрадың ғой, не үшін жаттың? Жоқ, тұра тұр. Бар ма деп сен сұрадың ғой, мен соны Жоқ, айтып ол қандай қисынға келмейді ғой ол жауап. Жолды неге жаптыңыздар десем, сіз адамдарды қорқытқан үшін деп отырсыз. Қисынға келмейді ғой бұл. сондай факт. Мен сізге айтып отырмын, сол қисынға келмейтінін айтпаңыздаршы деп отырмын мен сізге. Қисынға келеді. Мен уже ыңғайсыз болып тұр да, сосын барып сіз уже наразылық көрсетіп отырсыз, журналист емес деп. Сосын сіздер видеоларды шығарасыздар ма? Бастан аяқ шығарсаңдаршы. Кесіп тастап, андай қылмай. Бізде жоқ ондай. Бастан аяқ шығарыңыздар. Иә, хорошо. Бір жаңа мәселені зерттеп, мына кісі не деп жатыр, сіз не деп жатсыз деп сұраймын мен. Қағаз жазамыз. Ондай жаңағыдай мына кісінікі ғана дұрыс деп айтпаймын. Енді кездесулер көбейіп кетті да, Иә, бір айдың ішінде. Күніге ермек болып кеттіңдер де сендер. Ойыншық болып кеттіңдер. Білмеймін. Қалаған ертіп алып келеді, келесі жол бұлар ана стабильность деп жатыр да кейде. Келесі сен шақырасың. Келесі пәленбай сен шақырасың. Мына жоқ. өзбек жігіттер болмайды. Рүстем аға. Сондай қылып. Рүстем аға, сіздікі де Сіз әдемі келдіңіз. Иә. Сіз зерттеу жасаңыз. Жаңа айтқан екі ауылдың жолдың сапасын қазіргі жай-күйін түсіріңіз. Жаңа- Ақтаудың жолын жай-күйін Халықпен түсіріңіз. кездесіңіз. Иә, Айналма жолды көріңіз. Қанша КАМАЗ өтіп жаңа әңгімелердің бәрі орынсыз, Нұреке. Жаңағы Қоқан жаңа ұлттық қауіпсіздік комитеті қарау керек. Жоқ, тұра тұрыңыздаршы, мен айтып алайын да. Кезектесіп сөйлесейік та.
бір нені элементарно диалог жасайық та, диалог. Жоқ, сен біздің сөзімізді тыңдауға келдің. Мен сізді- Сенің сөзін тыңдауға қажет те жоқ біздің. Сен біздің сөзімізді тыңдауға келдің де, біздің мнениемізді тыңдаса, ары қарай өздерің сұрақ қойып жатқан жоқ. Бұл бізге тоқтау жасап жатыр да. Сен лоббировать етіп отырсың. Кім жалдап алып келді, сен кімге алып келді, соны лоббировать етіп отырсың ғой, бауырым. Мен сізді де тыңдауым керек, мына жақта да тыңдауым керек. Сіз де тыңдай білуіңіз керек қой, тек қана өзіңіздікін айтып, онда кете беріңіз, онда айтып болсаңыз. Сен кете бер деп айтпа. Жоқ, сіз енді Ауылдың үлесі болып жатқан кезде біз енді керек десе білеміз. жоқ, мен сіздің сөзіңізді тыңдадым ғой жаңа. Мына жерге келдіңіз, сіз айттыңыз. Мен перебивать еткен жоқпын сізді. Сен сұрақ қой. Енді сұрақ қояйын деп отырмын. Адвокаттықтың ненің қажеті жоқ. Сіз неге Соған біз жауап беріп жатырмыз. енді тыңдап үйренсеңізші. Аға, сіз тыңдап үйренсеңізші сіз де. Біз тыңдадық жаңа. Фархат мырза қоя беріңіз. Иә, ұлттық қауіпсіздік комитеті деп мына құрылтайдың ба алдында жасап жатқан, әдейіге жасап жатқан деген ол орынсыз, бұл әңгіме. Қалай орынсыз Бұл болады? орынсыз. А сондай Өйткені дүдәмел бар. бұл өзінің Дүдәмелді айтуға біздің неміз жоқ, бар. бұл әрқайсы сіз өзіңіздің мәселеңіз болса, олардың өзінің мәселесін көтеріп тұр. Мен өзім мәселем. Оның жаңағы құрылтаймен несімен шаруасы жоқ. Мен көріп тұрған жоқпын ол жерде. Барлық нәрседе не бар? Рахим Сіздердікі айтып жатыр. Түркістанда 6 мемлекеттің басшылары бас қосып іс-шара өткізіп жатқан кезде тура осындай нәрсе істеп жүр. біз білмейміз, ондай мәселелермен біз айналыспаймыз. Ол совпадение түсеміз онда? Біз енді оны Түркістан облысында жаңағы саммиттің жан-жағында жүрген жоқпыз ғой, біз ауылда жүрміз вообще. Карьердің басында жүрміз. Бұл сөздерінде күйіп тастамаңдар. Бұл тек қана біздікінен шығармай, Фархаттың осында өзінің айтып жатқан уәжінде ертең. Енді мен леу еш нәрсе айтып отқаным жоқ. Біз қаяқта жүрміз, ауылда жүрміз. Тыйым салынады деп жауап беремін. Басқа менің амалым жоқ. Мен енді осынша нәрсені бұрмалап, ал енді өте беріңіз деп айта алмаймын. Сіз де түсін көріңіз, мына жерге отырып, мына халықтың келіп жерге айқай шуын, жылағанын естіп, мына жерге отырып көріңіз, сол кезде айтасыз.